Саламатсыздар ма? Біз пицца дайындайтын боламыз. Оған қамыр ашыған дрожжбен колбаса керек болады, сыр, помидор, грибы және тестінің үстіне қосатын томат, кәдімгі томат, майонез, вкусқа байланысты кетчуп қоссаңыз болады. Осы ингредиенттерден дайындап бастаймыз. Помидорды ұсақтап турап аламыз, өзіңіздің қалаған формаңызбен. Және грибыды да тоже турап аламыз. Жақсылап, әдемілеп өзіңізге ұнаған формаңызбен турап. Жіңішке болсын, қалың болсын, өзіңіз білесіз. Грибы барлығы тез пісетін болғандықтан өте дәмді болып шығады. Грибы қоспасаңыз да болады. Ол өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Міне осылай турап жатырмыз. Осыларды турап, әбден жақсылап турап болғаннан кейін мен тез-тез турап жатырмын бұл жерде. Және колбасаны алып та турап қойдым. Теркіден сырды өткізіп аласыз. Енді тестіні жайып, онымен жазсаңыз болады. Бұл жерде кукурузный тесто мүка алып жайсаңыз өте жақсы болады. Менде болмағасын қадімгі онымен ысып жатырмын. Онымен өзіңізге керек формаңызды алып, 1 сантиметр, 1,5 сантиметр қалыңдықта жазып алсаңыз болғаны. Сосын асықпай формасын келтіріп домалатып аласыз. Осылай жайып алдық. Тестіңіз ашыған болғасын. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Бұл тестімен істегесін. Міне жайып, оқтаумен жазып алдым. Енді бұл оқтаумен жазып алғаннан кейін жайылып тұрған тестіні қадімгі өзіміздің үйдегі вилкамен тесіп шығамыз. Бұл неге керек? Бұл үріліп, қисайып, қамыр көтеріліп кетпес үшін бір жағынан салған начинкілеріңіз сіңіп, сочный болып шығуына пайдасын тигізеді. Асықпай, әдемілеп, тщательно тесіп шықсаңыз болады. Кейбір кезде үріліп асты, бір жері үріліп, бір жері үрілмей тұратын тестілер болады. Қамырлар сондай болмас үшін жақсылап мен тесіп шығамын осылай. Сосын тартып өзіңізге келтіріп, формасын келтіріп аласыз да, манағы томатты, майонезді араластырып, екеуін тестінің үстіне әдемілеп жағып шықсаңыз болады. Бұл бүйтіп жақсаңыз өте жұмсақ, қамырыңыз сочный болып шығады.
алдын ала майланып тұрған ыдысыма салдым. Формасын келтіріп жатырмын. Формасын жақсылап келтіріп алып, үстіне манағы өзіңіздің бар начинкаңыздың барлығын салуыңызға болады. Колбасаны салып, сосын одан кейін помидорды, кейбір помидор жемейтін балалар болады, оларға тек қана колбаса мен сырдан істей салсаңыз да болады. Енді бұл жерде өз қалауыңызбен сала бересіз. Грибыды салып, ішіне саңырауқұлақ дейміз ғой біздер. Балдар саңырауқұлақ жақсы көретін болғасын, мен саңырауқұлақ салам әрдайым. Және сырды сеуіп шығамыз. Сырыңыз барынша көп болғаны жақсы. Мен мына жерде біркелкі салып жатырмын. Осының бәрін дайын болды міне. Енді духовкаға салып 15 минут 20 минуттай пісіреміз. Главное, тестіңіз қызарып, иісі шықса болды. 5 минуттың арасында пісіріп болған тестіміз міне осындай әдемі пицца болып шығады. Балалар сүйсініп, қуанып жейді. Рахмет қарағаныңызға. Каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып қойыңыз. Сау болыңыздар.